Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш жаңалықтардан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. 25 наурыздан бастап кейбір ұялы телефондар бұғатталады. Қазақстанда 24 наурыздан бастап мобильді құрылғыларды тіркеудің жаңа ережелері күшіне енеді. Елімізде заңсыз немесе жалған IMEI коды бар смартфондар бұғатталып, байланыспен интернеттен ажыратылады. Қазақстанның ішкі істер министрлігі смартфондардың бұғатталуына қатысты маңызды ақпарат тарады. Енді смартфондар IMEI код арқылы тексеріледі. Егер сіздің телефоныңызға қара тізімде болса, ол жұмысын тоқтатады. Байланыс, интернет және басқа да мобильді қызметтер істен шығады. Сондықтан смартфонды тек ресми сатушылардың немесе сенімді дүкендерден сатып алу қажет. Бұл жалған IMEI коды бар құрылғыны алу тәуекелін азайтады. Сатып алмас бұрын IMEI кодын тексеру керек. 24 наурыздан бастап IMEI кодты алдын ала тексеру қызметі іске қосылады. Кодты арнайы сервиске енгізіп, оның заңдылығына көз жеткізуге болады. Қолдан немесе күмәнді сайттардан смартфон алмау ұсынылады. Мұндай құрылғылар заңсыз әкелінуі мүмкін, сондықтан бұғатталу қаупі жоғары. Бұрын сатып алынған смартфондар не болады? Егер сіз 2025 жылдың 24 наурызына дейін алынған смартфонды қолдансаңыз және оның IMEI коды тіркелген болса, еш уайымдамауға болады. Ол жұмыс істей береді. Бұл шара заңсыз жолмен әкелінген смартфондармен күресуге, тұтынушылардың құқықтарын қорғауға, мобильді құрылғыларды пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.